Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Айдын Айымбетов. Бүгінгі сабақта Айдын Айымбетов туралы оқисың, кіммен, немен сұрақтарын қолдануды үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Шөп шабу, жарқырау. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Суретте кім бейнеленген? Сөздер мен сөз тіркестерін пайдалан және әңгімеле. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Суретте кім бейнеленген? Сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, қандай әңгіме құрастырдық? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Суретте бейнеленген қазақ ғарышкері Айдын Ақанұлы Айымбетов. Айдын Ақанұлы Айымбетов 1972 жылы 27 шілдеде Алматы облысы Талдықорған қаласы Өтенай ауылында дүниеге келген. 1989 жылы Талдықорған қаласындағы нөмірі 20 орта мектепті алтын медальға бітірген соң Ресей еліндегі Армавир жоғары авиация училищесіне түсіп, оны 1993 жылы бітіріп, ұшқыш инженер мамандығын алып шығады. Айдын Айымбетов қазақтың үшінші, әлемнің 545 ғарышкері. Оның ғарышқа сапары 10 күнге созылды. Осы 10 күннің ішінде ол маңызды зерттеулер жүргізген болатын. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Суретке қара. Әке мен бала не туралы сөйлесіп жатыр? Болжап көр. Оқушылар, ойланайық. Әке мен бала не туралы сөйлесіп жатыр? Өз болжамдарыңды біз ұсынған болжам нұсқасымен салыстырып көріңдер. Менің ойымша, әке мен бала аспан әлемі туралы сөйлесіп жатыр. Бала аспанда ұшып бара жатқан зымыран туралы сұрап отыр. Әкесі баласына зымыран, жарқыраған жұлдыздар, ғарыш әлемі туралы әңгімелеп отыр. Оқушылар, сендердің де болжамдарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы, мазмұнын айт. Бала кезден бергі арманым еді. Ғарышкер болу бала кезден бергі арманым. Мынадай бір оқиғаны айтып берейін. Бірде біз әкем екеуміз шөп шабуға бардық. Шөптің үстінде жұлдыздарды тамашалап жаттық. Бір кезде жарқыраған бір нәрсе түнгі аспанды қақ жарып ұшып өтті. Маған оның не екені қызықты болды. Сөйтіп әкемнен сұрадым. Ол маған зымыран туралы айтып берді. Сол сәттен бастап менің жұлдыздарға, ғарышқа қызығушылығым оянды. Осылайша мен ғарыш әлеміне келдім. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға мәтіннен жауап тап. Сұрақтарға назар аударайық. Айдын әкесімен қайда барды? Аспанды не қақ жарып ұшты? Әкесі Айдынға не туралы айтып берді? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Айдын әкесімен қайда барды? Айдын әкесімен шөп шабуға барды. Аспанды не қақ жарып ұшты? Аспанды зымыран қақ жарып ұшты. Әкесі Айдынға не туралы айтып берді? Әкесі Айдынға зымыран туралы айтып берді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Үлгі бойынша сөйлем құрап айт. Үлгі. Айдын Айымбетов ғарышқа зымыранмен ұшты. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып,
кіммен, немен сұрақтарына жауап беретін сөйлем құрастырайық. Іске сәт. Үлгі бойынша қандай сөйлемдер құрастырдық? Өздеріңнің құрастырған сөйлемдеріңді біз құрастырған сөйлем үлгілерімен салыстырып көріңдер. Мен қарындашпен сурет салдым. Бүгін біз автобуспен жолға шықтық. Ғарышкерлер ғарышта скафандрмен жүреді. Мен сыныпта Айшамен бір партада отырамын. Айдын Айымбетов ғарышқа зымыранмен ұшты. Ғарышкер ғарыш кемемен ғарыш айлаққа қонды. Біз отбасымызбен бірге фотоға түстік. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. 6-шы тапсырма. Суреттің орнына сөздерді қойып оқы. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Суреттің орнына қандай сөздерді қойып оқыдық? Бірге тексерейік. Айдын Айымбетов қазақ ғарышкері. Ол ғарышкер болуды армандаған. Ол мектепті алтын медальға бітірді. Ол аспан әлемі туралы оқыды. Ол ғарышқа 2015 жылы ұшты. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Айдын Айымбетов туралы оқыдың, кіммен, немен сұрақтарын қолдануды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 23-ші беттегі 7-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.